бірге. Бірақ неге мына жаққа келгенде как будто біз бір пайғамбарымызға жақындайтын сияқты сезінеміз? Себебі біз өзімізден қиып кеп тұрмыз ғой. Мен саған барғым келеді. Ол всегда бізбен бірге. Онда қиындық жоқ. Соны біреу сезеді, біреу сезбейді. Біз күнделік жұмыстың арасында сезбей қалатынбыз, бірақ жұмыстың бәрін ысырып, бүкіл нәрсені ысырып, маған құнды деген бала, ақша, уақыт бәрін ысырып келгеніміз үшін ол ерекше қонақсыздар да. Күшті, өзің жақсы сезінесің. Сол үшін всегда қонақ сезінейік, өзімізді сүйікті сезінейік. Мен лайық емес едім, мен күнә жасап қойып едім. Иә, күнәмен келіп тұрмыз, дұрыс. Күнәһар болып келіп тұрмыз, жүрегіміз қарайып келіп тұр, жүрегіміздің жолдары, каналдары жабылып қалып тұр, түсінбей просто Мұхиддин ұстаз айтқан үшін барайын деп келгеніміз де болуы мүмкін да. Ақылмен, көзбен көріп алып та, окей, ол да қабылданады. Әйтеуір келіп тұрмыз ғой. Келіп тұрмыз ғой. Өзімізден қиып келіп тұрмыз. Біз сүйікті болғымыз келеді, сүйгіміз келеді деп тұрмыз ғой. Ол міндетті түрде